Рейс 17:38. Мен сондай қуаныштымын. Біз бірінші рет бірге отпуске барайын тұрық. Рейс 17:38 ұшуға дайын. Бұл біздің рейс. Кеттік. Менің рейсім ой. Очень рахмет саған. Бизнес-класс маған ұнайды. Қанша дедім самолет менікі деп. Бұл қайда ұшатын ұшақ өзі? О, достар, бұл Экспо 2017-ге баратын ұшақ. Астанаға тікелей ұшып барамыз Майнкрафттан. Оу, керемет. Сендер білесіңдер ме? Экспо 2017-ге 565 миллиард теңге құтылғаны. Сендерге ұнайды деп ойлаймын. О, тез барса екен. Достар, бұл экспоны сырты бүтін, іші түтін деп атайды. Егерде басқа қалалары Астанаға ұқсамаса, уайымдамаңыздар, өткенде 565 миллиард тек қана Астанаға құтылған. Басқа қалаға құтылмаған, егерде туалет ластас болса, уайымдамаңыздар. Сосын егерде экспода жүргенде бастарыңа тас түсіп кетсе, өліп қалсаңыздар, уайымдамаңыздар, өткенде сіздер үлкен шар көрдіңіздер, сол жарайды сендерге. Тез жетсек екен. Шақта шыққанды жақсы көремін. Енді бұл жарайды қоше қуанғанды. Тек қана 7 сағат күту керек, содан кейін біз жетеміз. Төрт сағаттан соң. Жоқ. Осырғым келіп тұрғаны. Бірақ пилотистік болады ғой. Әрі қарай жете алмаспын. Енді не істеймін? Біреу естіді ме екен? Менімше ешкім естіген жоқ сияқты. Тоқтай тұрыңдар. Бұл мен ойлаған еш па? Қайсын осырып қойған? Бұл мен емес, Хераблин сияқты. Мен емес осырған. Бұл еш менің итімнің боғынан да жаман. Фай! Бізді пилоттық балды енді істейміз. Пилоттық балды біз бәріміз өлеміз. Құлап барамыз, біреу құтқарыңдар. Екінші пилот қайда? Мына шоу өте керемет. Мына Арубек қолдан істемейер. Біреу құтқарыңдар. Мен тырысып жатырмын. Біз экспоға жеттік па не? Экспо мұндай деп ойлаған жоқпын. Жігіттер. Басым. Жігіттер, кім бар? Жалғасы бар.